Қайырлы күн оқырмандарым, арнамда бүгін өте дәмді ыстық тағам сірне дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен майға етімізді салып араластырамыз. Және қақпағын жауып, сәл 10-15 минут пісіруге қоямыз. Содан соң қалыпқа картоп және сәбізді алып, үстінен оливковое масло немесе сұйық май құямыз. Содан соң дәмдеуіштерін салып, қолымызбен араластырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Міне ет осылай бұқтырылып, дайын болып қалды. Және үстіне жуасын суын құйып, тағы да крышкасын жауып, жұмсарғанша пісіреміз. Бөлек ыдысымызға қамырын илеу үшін жұмыртқа, су және тұзын салып, араластырып, қамыр илейміз. Иленген қамырды бөлме температурасында 30 минуттай тындыруға қоямыз. Қамыр дайын болған соң, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырды дәл мантыға жайғандай етіп, сондай жұқалықта жайсаңыздар болады. Қамыр дайын болды, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Салмасына сәбіз, жуа және көк жуа салдым. Соны қамырдың үстіне салып шығамыз. Содан соң дәл осы видеодағыдай жасап отырсаңыздар, гүл манты болып шығатын болады. Міне осылай дайындалады, өте әдемі шығады. Және де мантываркада пісіріп аламыз. Міне сірнеміз де дайын болып қалды, өте әдемі болып шықты. Сіздер де осы рецептімен жасап көріңіздер. Ас болсын.